Сәлем достар, сіздермен бірге қазақ кезет. Бүгін сіздерде интернеттен қалай ақша табу керегі жөнінде айтатын боламын. Бүгін сіздермен неге Payeer кошелекке, Kiwi кошелекке ақша жіберу және оған ақша жіберу туралы, ақша табу былай айтқанда сол туралы айтатын боламын. Ең алғаш ол үшін Google Chrome'ға кіреміз. Қазір міне банк деген программа болады. Бұл ссылкасы описаниеде болатын болады. Бұл жерде егер зарегистрировать етсеңіз, онда подарки бонусқа 10 рублей береді. Мысалға өзім зарегистрировать ететін болсам, бұл жерде бір аккаунт, екінші аккаунт, үшінші аккаунт кіре беруге болады. Бір аккаунт шектеліп қала бермейсіз. Бұл жерде сіз ашылғаннан бастап уақыт өтеді. Ашылғаннан бастап уақыт басталады. Достар, енді айып етпеңіздер, менің Wi-Fi-ім қуып кетіп жатыр. Бүгінде мына жерде бір нелер аша беруге болады. Мысалы көрсетейін, ең бірінші өзім депозит салған немді көрсетейін сіздермен. Ашылғаннан бастап уақыт жүре береді. Мысалы менде 2 рубль енді таяқ қалды. Мен осы жаңа алғанмын. Депозит 139 рубль. Өзі 10 рубль бонусқа берілгеннен кейін 129 рубль пополнить еттім мен. Депозит көбейген сайын уақытта көбейеді. Тез ете бастайды. Мысалы мен 2 рубль, егер де ақша шығарғыларыңыз келсе, онда шығара беру болады. Бұл жерде тек Kiwi кошелек 10 рубльден, Payeer кошелек 1 рубльден басталады. Яндекс теңгеге 10 рубль, картаға 50 суммадан басталады. Финансия кіре, бұл жерде уақыт басталды деп, мысалы, 2 рубль. Қасындағылар маңызды емес, тек ұтылатындар. Жерде 2 рубль, 20 рубль болады. Мен екіншісін көрсетейін. Қазір бұның ссылкасы описаниеде болады. Кіріңіздер, егер де жауап бермей қалса, бұл не мен кінәлі емеспін, менен көрмеңіздер. Бұл программаға гарантия бере алмаймын. Мысалы, өтірік аккаунттармен аша беруге болады. Бұл нені кодты жаза беруге болады. Неге кірді, новыйдан аштым. Шығады, вы получаете, сохранить басамыз. На жерде вы получили бонус за регистрацию 10 рубль на депозит. Жауап тастаймыз. Менің депозит 10 рубль басталған күннен бастап уақыт кете береді. Бұл жерде астында калькулятор болады. Егер де сіз қанша салсаңыз, сол мына жерде көрсетіліп тұрады. Көбейіп кетті, кешіріңіздер, келтіру қиын енді. Бұл жерде айтайын, мен жаттап алған 10 рубльден салатын болсаңыз, сағатына аз табасыз, 0 сондай бірдеңе. Ал күніне 2 рубльден мен жаттағаным, аптасына 14 рубльден табасыздар. Егер де тұлтылар мынаны депозит көбейткілеріңіз келсе, пополнить басып көбейтесіздер. Ар жағында мына жерде Kiwi кошелектен және одан 50 рубль сұрауға болады бұл жерде. Мына жерде тұрады, яғни роптен толтырасыздар. Оларды көрсетіп отырмайын, өзіңіз енді кіріп десейсіздер ғой. Енді өзімнің көрсетейін деп отқан программам енді осылай былай ашып кіре беруге болады. Бірақ та ең маңыздысы бұл жерде 10 рубль бонусқа бергеннен кейін бұдан шыққан ақшаны, мына жерде 2 рубль, 3 рубльді Kiwi кошелекке, Payeer кошелекке жібере алмайсыз. Себебі бұл бонусқа берілген 10 рубль. Егер де одан ақша шығарыңыз келсе, ол депозиттің үстіне 10 рубль қосуларыңыз керек болады. 15 рубль өзіңіз білесіз, бірақ минимальный 15 рубльдан болуы мүмкін. Сіздерге айтарым осы не, мен
описаниемде ссылкада болады, бұл видеоның астында. Сіздер кіріп осы қарайсыздар, қараңыздар деп кеңес беремін. Енді үйде жатқаннан бір ақша табамыз. Сіздерге айтарым, және A1xBet, Олимп дегендерге жоламаңыздар, ол өте жаман. Бұған бір кірсеңіз өте шыға алмайсыз. Лохотрон сондайларға жақындамаңыз. Егер де бұл жабылып қалатын болса, мен сіздерге жауап бермеймін. Айтып кетейін осы жұмадан. Ал жақсы достар, сау болыңыздар. Егер де ақша тапқыларыңыз келсе, ссылкасы описаниеде болады. Сау болыңыздар.